Саяқтың кен орындары туралы Наковник өзінің күнделігіне былай деп жазады. Қотан Емелдегі бір бұлақтың басына келіп тоқтағанымызда бізге жолбасшы болған Шұбартау болысының қазағы Сейкімбай Торыбаев Саяқтағы қалмақтың кен қазғанында болғанын, онда мыс кенінің өте көп екенін айтып, түйемен түске дейін жете алмаспыз, күні бойы жүреміз деді. Қотан Емелдің басына шықтық. Айналасы 100-150 шақырымдағы табиғаттың тамаша көрініс ашылды. Содан жолға шығып, тікенді өсімдіктері сирек өскен сортаңды жазық жерлермен, тау жоталарының баурайындағы баялыштың қалың бұтақтары арасымен де ұзақ жүрдік. Күн батар алдында қалың шидің арасында жартылай бұзылған зираттың жанындағы бұлаққа келіп тоқтадық. Кен қазған қайда деп жолбасшыдан сұрадық. Осы маңда, ертең көрсетемін деп Сейкімбай қысқа жауап берді. Ертеңінде 1 шақырымдай жол жүріп, бір төбенің етегінен батысқа бұрылған жерде Сейкімбай бізді тоқтатты. Міне қалмақтың кен қазғаны деп сайдың сәл көтерілген шығыс жағын көрсетіп, ал сен болсаң маған сенбедің деді. Алдымыздан созылған сұр төбелер тізбегінен қара, көк және жасыл түсті үйінділерді, топыраққа әбден көмілген бұрынғы карьерлердің жыра шұңғырларын көрдік. Сөз жоқ, біздің алдымызда ежелгі мыс кен орны тұрды. Жарайсың Сейкімбай деп айғайлаған геологтардың қуанышында шек болмады. Түйелерден түсе сала балғаларымен үйіндіге қарай жүгірді. Қара үйінділер магнетит рудалары, көк және жасыл мыс рудалары, лазурит және малахит болып шықты. Жылдар өте осы саяқ кен орны Балқаш металлургиялық комбинаттың негізгі шикізат базасына айналды. Ал енді осы геологтар саяққа бастап келген Сейкімбай кім десек, Орман Нұртөлеұлы ініміздің берген шежіресінде Қонай атасынан тарайтын Барман ұрпағы Сейкімбай Төребайұлы болып шығады. Төребайдан Сейкімбай Селтай Кәрібай туады. Сейкімбайдан Қожа Ахмет, Қожа Ахметтен Бизақ Жанұзақ, Бизақтан Сағдат Ернұр Ерлан. Тілегенұлы Төребайдың ауылы 1926 жылдары Қусақ бойындағы Сүлеймен қыстағында отырған 9 шаруашылығы болған. Бүгінгі күндер шөберелері Үшарал мен Алматы қаласында тұрады. 1895 жылы Оспанқұл Меңаяқұлы болыс болған жылдары бірінші ауылдың биі Ақтайлақ Байсамақов пен екінші ауылдың биі болып 1897 жылдың 3 желтоқсанында қайтыс болған Төребайдың ұлы Туғанбай болған. Ал 1905 жылдан 1907 жылға дейін Шұбартау болысындағы бірінші ауылдың билері Имаш Төребаев пен оның аталас інісі Қонайдың қияқ атасынан Белгібай Таукин болды. Төребайдан Имаш, Имаштан Омарбай, одан Нұртөлеу, одан Орман туады. Тәукеннің баласы Белгібайдан Тоқымбай, одан Алыбай туады. Қонайдан шыққан Алыбай ұлы Сердалы мен Дәулет Мұқатай, Ақтанберді мен Әзімбайдың жырларын жатқа білетін жыршы адамдар болды.